Қайырлы күн. Бүгін біз осындай тамаша, өте дәмді фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін осы фунчозаны бір ыдысымызға салып, енді өздеріңіз керек мөлшерінде аласыздар. Бәрін қоссаңыздар да болады, немесе біреу екеу түйірін қосып қалған алып қойсаңыздар да болады. Енді мен бұл жерде барлығын қостым. Болғаннан кейін осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды осы фунчоза батып тұратындай қылып бетіне толтырып құямыз. Осылай құйып болғаннан кейін оның арасын сәл-сәл ашып қоямыз. Ыстық суда жақсы жұмсару үшін жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын қызып тұрған майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға алдын ала турап қойған етімізді сол майға салып қуырамыз. Мен алдын ала турап қойдым ол етті. Қалаған еттеріңіз сиырдың, жылқының еті болса болады. Менде жылқының еті болғаннан кейін оны осылай ұзынша қылып турап майға жақсылап қуырасыздар. Осылай бір сәбізді майда үкіштен әдемілеп ұзынша етіп өткізіп аласыздар. Бір сәбіз қоссаңыздар да болады. Жаңағы қуырған етіміздің үстіне үкіштен өткізген сәбізімізді қосып, екеуін бірге араластырып, қатты пісірмей, жай пісіріп аламыз. Мен екі қияр, екі тәтті болгар бұрышы және бір сәбіз, екі сарымсақ қостым. Алдымен осы қиярымызды осылай ортасынан бөліп, ұзынша етіп, жақсылап әдемілеп, бір келкі қылып турап аламыз. Осылай қызыл тәтті болгар бұрышында осылай ұзынша етіп, жаңағы қияр сияқты ұзынша етіп, дәл солай тураймыз бұны да. Осында екі сарымсақтың екі тісін алып, оны да осылай ұзынша етіп, өте жұқа қылып турап, жаңағы қияр менен қызыл болгар бұрышы сияқты етіп, оны да ұзынша қылып майдалап турап аламыз. Және мен бұл жерде мынау фунчоза салатына арналған приправадан да қостым. Осылай турап барлығын дайындап турап алғаннан кейін, жаңағы суға жібіп болғаннан кейін, фунчозаның қамырын мұздай суға бір шайып аламыз да, осылай бұл ұзын болғаннан кейін, оны жеуге ыңғайсыздау болады, соның ортасын пышақпенен бөліп аламыз.
Енді пышақпенен бөліп алғаннан кейін оның үстіне бағанағы қуырған ет пен сәбізімізді үстіне салып араластырамыз. Осылай жаңағы сәбіз бен ет салып болғаннан кейін үстінен тураған қиярымызды саламыз. Оның үстінен жаңағы қызыл тәтті бұрышымызды саламыз. Және оның үстінен жаңағы ұсақтап тураған сарымсақты салып, осылай сарымсақты сап аламыз да, және оның үстіне фунчозаға арналған приправаны қосамыз. Көп мөлшерде емес, көз мөлшерде азырақ себеміз. Енді осының үстіне бір ас қасық толтырмай соевый соусты құйып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Осылай жаймен барлығы сіңіп, бір-біріне сіңіп араластырып шығамыз. Міне сонымен бүгінгі біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Осындай салатты өздеріңіздер жасап көріңіздер және достарыңызға жіберіңіздер. Егер осы салат сіздерге ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ас болсын.